Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып отбасы банк ұсынған займ түрлері. Ең бірінші бізде тұрғын үй займы, жилищный займ, талаптары ОП 16-ға толу керек немесе одан жоғары болса болады. 3 жыл жинайсыз және үйдің құнының 50% немесе одан жоғары болса болады. Мысалы, сіз 10 миллионға үй алам десеңіз, 5 миллионын жинап, банк сізге 5 миллионына процент қосып, займ рәсімдейді. Және табыс көзін растамайсыз, максимальный 100 миллионға дейін үй аласыз. 6 жылдан 25 жылға дейін займ рәсімдей аласыз. Банктың проценті 5%-тен 3,5%-ке дейін төмендейді. Бұл тікелей ОП-ға байланысты. ОП-ңыз көп болған сайын банктың проценті аз болады. Ай сайынғы төлемді қалай төлейсіз? Соны сізде консультант немесе менеджер сұрайды. Аннуитет немесе дифференциал. Аннуитет дегеніміз ең бірінші сіз банктың процентін төлейсіз, содан кейін негізгі қарыз төлейсіз. Және ай сайын біркелкі ақша сома төлейсіз. Ал дифференциал кезінде ең бірінші негізгі қарызды, содан кейін банктың процентін төлейсіз. Ол кезде бастапқы жылдары көп мөлшерде төлейсіз, содан кейін азаяды. Аннуитет кезінде переплата көп болады, ал дифференциал кезінде аз болады. Айырмашылығы сода. Содан кейін бізде аралық займ. Аралық займ кезінде сіз үйдің құнын 50% жинасаңыз, бірақ ОП 16-ға толмаса және 3 жыл болмаса да, сіз аралық займмен баспана аласыз. Төлем қабілетін міндетті түрде растайсыз. Және 100 деп жазып қойғаным, ол дегеніміз, мысалы, сіз 5 миллион жинадыңыз, 5 миллионын сізге кредитқа, яғни займ рәсімдеп берді ғой тұрғын үй займында. Мұнда барлық 10 миллионға сізге банк процент қосып, займ рәсімдейді. Содан кейін максимальный 90 миллион теңге 25 жылға дейін. Ол өзі 3-ке бөлінеді проценттеріне байланысты және төлем қабілеттілігіне байланысты. Жеңіл бізде 8,5%, жеңіл 2 8%-ке және стандарт 7,5%-ке займ рәсімдейсіз. Тағы бір айта кететін жайт, яғни сіз тек осы 8,5%, 8% және 7,5% болып қалмайды, ол төмендейді. Яғни проценті түседі. Ол қай кезде түседі? Егерде ОП 16-ға толып, 3 жыл немесе 3 жылдан асса, банктың проценті түседі. Плюс ай сайынғы 2% вознаграждение қосылады, және мемлекет беретін сыйлық ақы қосылады. Сізде егерде үйдің құнының 50% болса, мысалы, сіз көлік саттыңыз, немесе ауылдағы үйді саттыңыз, сол кезде 5 миллионыңыз бар делік. 5 миллионды осы отбасы банк арқылы аралық займды рәсімдеуге асықпаңыз. Ең бірінші сіз ойланыңыз, яғни сізге тұрғын үй займмен де үй алуға болады. Ол кезде сіз сол 5 миллионға депозит сатып аласыз. Яғни 3 жылы бар, және ОП-сы 16-ға толмаса да, сол маңайдағы, яғни 14 бол мүмкін, 13 бол мүмкін, тағы да бір жарты жыл толтырып, сізге ОП-ны 16-ға жеткізуіңізге болады. Сол арқылы баспаналы бола аласыз. Ол кезде, мысалы, сіз 5 миллионға ғана, ол кезде банк 5 миллионға ғана процент жүргізеді. Амда 100% сол барлық 10 миллионға процент жүреді. Өзіңіздің ақшаңызға да процент жүреді деген сөз. Үшінші бізде алдын ала займ. Алдын ала займ
мемлекеттік бағдарламалар. Ол кезде міндетті түрде кезекке тұру керек. Егер сіз қазір тұрмасаңыз, өзіңіздің сағатыңызды таңдап, кезекте .kz арқылы тұруыңызға болады. Бірінші бізде нұрлы жер бағдарламасы 5% ол біздің банктың проценті, және сіздің алғашқы жарнаңыз 10%. Жаңағы 10 миллионның 1 миллионы міндетті түрде депозит шотыңызда болу керек. Конкурс кезінде неге ең бірінші қарайды? Кезектің жылына қарайды, сосын вознаграждениеға қарайды. Ай сайынғы түсетін 2% вознаграждениесі жиналып, сол сомасына байланысты осы конкурс болады. Содан кейін екінші бақытты отбасы 2%, банктың проценті ең төменгі болып саналады. Содан кейін 10% алғаш жарна, және ең жоғарғы үйдің құны 15 миллион теңге. Ол әрбір қалаға, облысқа байланысты әртүрлі сума. Бақытты отбасыға кімдер қатыса алады? Бақытты отбасыға кезекке тұрған барлық адамдар қатыса алмайды. Бақытты отбасыға көп балалы отбасылар, және де толық емес отбасылар, содан кейін мүмкіндігі шектеулі баланы асыраушы жанұялар қатыса алады. Үшінші бізде шаңырақ. Шаңырақта да 5%, кезекте тұрғандардың барлығы қатыса алады, және алғашқы жарна 10% болу керек. Ең максималды үйдің құны 18 миллион теңге. Мұнда да қала бойынша, облыс бойынша әртүрлі сума. Бірақ ең максималды 18 миллион теңгеге дейін займ рәсімдей аласыз. Төртінші бізде әскери баспана. Ол 6% немесе 8%-ге дейін банктың проценті. 6% ол бізде, егер толық 50% жинасаңыз, сізге 6% береді. Ал егер де 15%-тен жоғары жинасаңыз, онда 8% береді. Нұрлы жер бойынша және шаңырақ бойынша тек қана жаңа үйлерді ала аласыздар, дайын жаңа үйлерді ала аласыздар. Ал бақытты отбасы және әскери баспана бойынша бірінші нарықтағы және екінші нарықтағы, яғни ескі үйлерді ала аласыздар. Содан кейін міндетті түрде кезекте тұру керек. Жаңа айтып өткендей, төлем қабілетін растайсыздар. Кей жағдайда осындай болады. Мысалы, Дулат 2010 жылы кезекке тұрды, ал Айгерім 2020 жылы кезекке тұрды. Шаңырақ бағдарламасын қарай. Дулат 2010 жылы тұрды, бірақ өз кезегін күтіп, отбасы банкке ақша салмады. Мемлекет тарапынан ешқандай тегін үй болмайды. Тек қана осылайынан ипотека төлеу арқылы үй аласыздар. Дулат, яғни ақша жинаған жоқ, ал Айгерім 2020 жылы тұрып, ол ақша жинады. 2 жыл бойы айма-ай шарттық сомасына байланысты ақша жинады. Оның вознаграждениесі өсті, және мемлекеттік 20% сыйлық ақы алды. Ал Дулат болса, сол 2013 жыл тұрғаннан аз-аздан мысалы салды, аз көлемде ақша салды, және кей кездері, кей жылдары мүлде салған жоқ. Тек қана өзінің кезегін күтумен болды. Осы конкурс басталған кезде екеуі де тапсырады. 2020 жылғы және 2010 жылғы кезекке тұрған адамдар салады. Сол кезде Айгерім ұтып кетеді. Яғни ол вознаграждениеға тікелей байланысты. Шаңырақ бағдарламасы вознаграждение тікелей байланысты. Айгерімде көп болғандықтан ол үй алады, баспаналы болады, ал Дулат ақша жинамағандықтан, вознаграждениесі болмағандықтан ол баспанасыз болады. Сондықтан міндетті түрде ай сайын өзіңізде шарттық сомаға байланысты ақша жинаңыздар. Сол кезде сізде мүмкіндік көп болады. Егер ақпарат пайдалы болса және ұнаса, лайк басып, тіркеліп өтсеңіздер.